бір проблема болса да Құранмен келіп ақылдасасыз ба? Бәкеңмен ақылдасасыз, мәкеңмен ақылдасасыз, мысалы. Раббыңмен ақылдаспайсың. Тез шешілетін еді мәселе. Осындай дәрежеге дейін бұл Құран. Осы Құранға оқып сахабалардың, осы Құран, олардың кітабы да осы. Ол заманда мысалы қазіргідей кино болған жоқ. Киносы да осы. Ана тахаджуд деген мәселеде не? Қазір мысалы біреу көріп бір телесериалдың алдына отырып алса, 2 сағат, 3 сағатта мысалы. Олар Құранда көретін де сол жерде. Құранда кіріп кететін 2-3 сағатқа. Өзіңіз ойлаңыз. Жаңа қауымдардың тарихына кіріп кетеді. Одан ойла, қалай шығады ол? Өзі түсініп оқиды ғой олар. Өз тілдерінде түскенде. Билисанин арабийин мубин. Өздерінің айқын, ашық араб тілдерінде түсірдік. Ананы оқыған кезде олар. Ойлаңыз, намаздан кейін қалай шығады ол адамда? Соқтан бұның аудармалық мағынасында өте көп оқу керек бізде, құрметті жамағат. Өйткені оқумен қоса түсіну өте маңызды. Ибн Масуд радиаллаху анху айтқандай, мен ұзын сүрені оқып, еш нәрсені жаңағы ойламағаннан көрі, бір аятты оқып соған ойлағаным артық деген. Соқтан ұғынуыңыз ол өте маңызды да. Намаздан шыққан кезде Раббысымен сөйлесіп шыққан адамның күйімен шығу керекпіз. Ассаламу алейкум рахматулладан біз соны сұрау керекпіз. Біз ондай күйде шыға алмай жүрміз мысалы.